Bir жерден келген жоқ. Сол себептен де кейбір оны адамдар басқаша бұрмалап, мазақ қылып айтатындар бар. Бір әдейі Алла соны келтірген. Өйткені асырап алған бала бәрібір ол керек қан ел болып есептелмейтіндігін. Сіз өзіңіз іштемей жеген жоқсыз. Мен жақсы жеп алдым. Ал жанары. Жамағат бүгінгі алтын уақыттарымды бөліп, мамамның бөлге мамам болады, бөлге сестра болады, бөлге жеңге болады. Соған уақыттарымызды бөліп, келіп, менен бірге еске алып, Құран оқытып, еткендеріңізге көп рахмет, басымды ием сізге. Сөйтіп, енді жақсылықта кездесейік, үлкен кісілер өздеріңізді берегите. На связи. Ладно, говори на русском. Бақытжан, Золотой. Жамағат осылай келіп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Әжемді сыйлап құрметтеп, кейбіреулеріңіз әжемен бірге өстіңіз, жастайынан көрдіңіз. Кейбіреулер әжем тәрбиесін алдыңыз дегендей. Мамам құрбылар отыр, сіздерге рахмет. Әпкелерім отыр, бәріміз бірге өскен. Әжем қолында өстік. Әжем тәрбиесін көріп өскен баламын, ерке бала болып өскен. Көп еркелетті менің кезінде Бауыржан екеумізді. Енді бір ауыз сөз, ұрыс сөз естімедік кішкентай кезімізде. Ойнатып, күн десек, далада жүрсек ұрыспайтын әжемізде, тас қабағын тимайтын әжем. Енді осы бұлай жиналып жатқандарыңызға үлкен рахмет, сіздерге осылай алтын уақыттардың бөліп жатқаныңызға. Енді әжекам жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқалы болсын, жаны жанатта болсын, осы қарыздар болса кешіре көрсін Алла тағалам. Барлықтарыңызға осы сыйлап, аумин деп жатқандарыңызға, қол жайып, шапағаттан беріп жатқаныңызға үлкен рахмет. Сіздерге негіз үшін ниетпен қуаныштымын. Осындай үлкен әпкелерім, тәтелерім, апаларым, мамам, құрбыларына, барлық осы отырған азаматтарға, аталарына, әжелеріне үлкен рахмет. Енді молда мырза өзіңіз аумин деп айтып жүріңіз. Мен бір сөз айтайыншы. Жаңағы енді жан жолдасының бір жыл қалғанда бір арманы болды. Уже мен кетем. Сосын екеуміз қонамыз, бірге жүргенде айтатын еді.